Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз резидентура туралы айтатын боламыз. Резидентураға қалай түсеміз және резидентурада қандай мамандықты таңдауымыз керек, әр мамандықтар қанша уақыт бойы резидентурада өтеді және қай именно центрді таңдағанымыз дұрыс деген сияқты. Мен көбінесе, яғни егер де алдындары көрген болсаңыздар, мен негізі UMC-да резидентураның уже 2-ші курсын аяқтап жатырмын, аллергология, иммунология бойынша. Және сіздермен кішігірім өзімнің осы уақытқа дейін көрген, білген заттармен бөлісе кетейін. Бірінші сұрақ, яғни резидентурада именно қандай мамандықты таңдаған дұрыс? Яғни мамандықтардың ішінде өте көп мамандықтар бар. UMC-да және Назарбаевский университетте болсын, және басқа да оқу орталықтарында. Өздеріңізге әлі де мамандықты таңдай алмай жатсаңыздар, негізінен мамандықтардың өте көп түрлері бар. Терапиялық мамандықтар, хирургиялық мамандықтар деген секілді. Және сол терапиялық мамандықтардың өзінде бірнеше салалар бар. Біріншіден ол аллергология, иммунология, не үшін бұл мамандықты таңдадыңыз деген сияқты сұрақтар өте көп келген, бірақ мен оған бірнеше рет негізі жауап берген болатынмын. Біріншіден мен механизм деген секілді заттарды өте жақсы көремін, және 5-ші курстан бастап мен практиканы именно өзімнің аллергология, иммунология саласы бойынша өттім больницада. Сондықтан да 5-ші, 6-ші, 7-ші курстар аралығында осы саламен тікелей байланыста болғандықтан маған ол сала өте қатты ұнап кетті. Және біріншіден сразу айтайын, өздеріңіздің темпераменттарыңызға қарағандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Себебі кейбір кезде мен темпераментім негізі спокойнымын. Сол үшін де маған егерде экстремный бір жағдайда жұмыс жасасын, немесе жедел жәрдем және тюрмный покой, тағы да басқа сондай операция деген сияқты заттар болатын болса, мен өкінішке орай ондай нәрсені онша жақсы демеймін. Және тез қимылдай алмаймын. Сондықтан да мен үшін ол салалар сразу отпадают деген секілді сондай бір критерий бойынша өзімді зерттеген болатын. Негізінен егер де сіздер әлі резидентураға тапсырмадыңыздар, бірақ та 4-ші курста мысалы немесе бакалаврда оқып жатсаңыздар және немесе интернатурада оқып әлі де таңдағыңыз келіп жатса, қандай мамандықты іздеймін деген секілді, онда мен сіздерге кеңесім ол больницаларға барған кезде практика өту барысында әртүрлі салалары бар именно департаменттерге, яғни отделенияларға барып, әртүрлі солай өздеріңізді сынап көріңіздер, қай сала именно сіздерге ұнап кетеді деген секілді. Себебі мен де өзімнің саламда солай анықтаған болатынмын. Яғни мысалы офтальмологияда болдым, нефрологияда болдым, гастроэнтерологияда, акушерство гинекологияда мысалы сондай мамандықтарды көргеннен кейін менде ол салаларға қатты қызығушылығым пайда болған жоқ. Сондықтан да мен ары қарай ол жерді жалғастыруды дұрыс деп көрген жоқпын. Тура сол сияқты сіздер де әрбір практика өтіп жатқан кезде ойланып солай көрсеңіздер болады. Именно қай сала сіздерге жақсы, қай салаға сіздер қызығушылықтарыңыз пайда болды деген секілді. Және негізі қызығушылық пайда болу үшін ол туралы білім де болу керек. Сондықтан бірінші білімдеріңізді арттырып алып, содан кейін, яғни 4-ші курстан бастап негізі қандай салаға баруға болатындығын анықтауға мүмкіндік туындайды. Себебі именно 4-ші курстан бастап сіздерде клиникалық сабақтар өтеді. Бірақ 1-ші курс пен 3-ші курс аралығында сіздер бәрібір де практика өтесіздер. Сол кезде де практика барысында солай қарастыру қажет деп ойлаймын. Мысалы, онкологияда енді қиын пациенттер болады, сондықтан өлім деген секілді нәрсе, немесе химиотерапия, анестезиология, реаниматологияда да соны байқасаңыздар болады. Яғни сіздер стрессоустойчивыйсыздар ма, соған байланысты өлімді қалай қабылдайсыздар, сол нәрсе енді таңдау барысында осындай қиындықтар туындауы мүмкін. Неге бұл нәрсені айтып жатырмын мамандықтар бойынша? Себебі біз мамандықтардың терапиялық мамандықтар олар 2 немесе 3 жыл аралығында оқытылады. Бұл UMC-дағы оқытылу тәсілдері мен басқа жерлерде, яғни МУАда басқа жерлерде терапиялық мамандыққа 2 жыл, бірақ кейбір мысалы салалар кардиология сияқты ол 3 жылға дейін созылады. Сондықтан осы нәрсе және мысалы генетика саласы, аллергология саласы болсын, оларға гранттар қатты көп бөлінбейді, сондықтан да ол жақта кішкене конкуренция болуы мүмкін, бірақ ол салаларға да қызығатын адамдар қатты көп емес деп айтқым келеді. Бірақ мен тапсырған уақытта ол 2 жыл бұрын бізде 3 орын бөлінді грант бойынша, яғни 12-13 адамдай примерно тапсырған болатын. Бір орынға 4 адам примерно бәсекелестік болған. Және көп адамдардың сұрағы University Medical Center, яғни UMC мен Назарбаевский университетінің қандай айырмашылығы бар. Яғни біз UMC-да оқитын болсақ, біз Назарбаевский университетінің резиденті ретінде саналамыз ба деген сияқты. Негізінде студенттік билетте Назарбаев университеті деп тұрады, бірақтан біздің оқу барысымыз ол тек қана сол больницаның ішінде өтеді. Яғни Назарбаевский университетінің ішінде тек қана лекциялар кейбір уақыттарда өтеді. Соған байланысты, яғни біздің профессорлар, олардың барлығы UMC-дің өзінде болады. Сондықтан бізде негізінен клиникалық базалар өте көп. Мына жақта списокты салып қоямын.
осы яғни видеоның астында сілтеме бойынша өтіп қарасаңыздар болады, қандай именно бізде больницалармен сотрудничество бар деген секілді, и сол арқылы сіздер сол жақта практика өте аласыздар. Бірақ негізінен сразу айтайын, UMC ол именно балаларға көбірек акцент беріледі. Сондықтан көбінесе осы 2 жыл өтсеңіз де 3 жыл өтсеңіз де балаларды көбінесе қабылдайсыздар. Пациенттердің несі көбінесе балалар болады. Басында мен яғни өзім взрослый пациенттерді қабылдаған дұрыс деген секілді сондай көзқараста болатын, бірақтан ары қарай маған яғни педиатрия қатты ұнап кетті, және балалармен жұмыс жасау ол өте күшті қазір. Маған ұнайды. Біз қандай больницада яғни практика өттік. Аллерголог, иммунолог ретінде бізде әртүрлі спектрлі ауруларды қараймыз, яғни аллергология бойынша көбінесе амбулаторный пациенттерді қабылдаймыз. Амбулаторныйда приемда яғни көбінесе сол атопиялық дерматит, бронхиальный астма, аллергический ринит, крапивница деген секілді сондай ауруларды қабылдаймыз. Ал көбінесе стационарды жағдайда первичный иммунодефицит, яғни біріншілік иммунодефициттерді қабылдаймыз. Ол басқаша ауру, яғни оны бүкіл Қазақстан бойынша біздің орталықта қарайды. Сондықтан да егерде сондай первичный иммунодефициттермен тікелей байланыста болғым келеді, жұмыс жасағым келеді, сондай пациенттерді көргім келеді десеңіздер, онда лучше біздің орталыққа немесе Алматыдағы тоже сондай пациенттерді қабылдайтын орталыққа өтсеңіздер жақсы. Енді UMC мен Назарбаевский университетінің айырмашылығы не? Ол жақта көбінесе резидентураның өту жылдарына байланысты. Егерде мысалы UMC-да бізде 2 жыл және -3 жыл өтетін болса, көбінесе бүкіл программалар, яғни хирургиялық программалар 3 жыл, ал терапиялық программалар 2 жыл деген секілді. Ал Назарбаев университетінде ол жақта мысалы офтальмология 4 жыл деген сияқты, ал педиатрия 3 жыл, және осылай, яғни хирургиялық профильдер олар 4 жыл, 4-5 жыл, ал терапиялық ол 3 жылға дейін осылай созылады. Сондықтан және ол жақта прием кішкене басқаша болады. Ол жерде IELTS-ті, бізде UMC-да да IELTS-ті сұрайды, бірақ ол жақта да IELTS сұрайды, және USMLE Step 1 оны міндетті түрде өту керек болады. Сондықтан егерде USMLE-ді тапсыру ойда бар болса, сол нәрсеге көбірек мән берсеңіздер жақсы. Егер сондай мүмкіндіктеріңіз болып жатса, Назарбаев университетіне түскендеріңіз жақсы деп ойлаймын. Екеуінің айырмашылығы ол біздің базаларымызда, яғни резидентура өту барысында UMC екеуінде де көбінесе UMC-да өтеді базасы, яғни практикамыз. Бірақтан УДа мысалы ол жақта ұзағырақ өтеді, және олардың программасында теориялық білімді де беретін именно лекциялар солар өтеді. Назарбаевский университетінің зданиясында, яғни МУСУ-да сол жақта көбіне лекциялар, тағы да басқа, сосын экзамендері солар өтеді. Ал UMC-да лекциялар болады, бірақ аптасына 1 рет қана. Ол лекция көбінесе біздің өзіміздің предпочтениемізге байланысты өтеді. Белгілі бір қатып қалған осындай деген сияқты график ондай жоқ. Негізінен бар, бірақтан біз көбінесе оны соблюдать етпейміз. Сондықтан осы нәрсені ескеру керек. UMC мен Назарбаев университетінің айырмашылығы қандай деген. Және профессорларда, конечно, біздің профессорлар, яғни өзіміздегі күнделікті жүргізіп жүрген врачтар солар болады, ал ол жақтағы профессорлар аралас, яғни біздің де профессорлар бар, және шетелдік профессорлар да болады ол жақта. Резидентураға қалай дайындықты бастасам болады деген секілді сұрақтарыңыз болады. Ол сұрақтарға жауабым, яғни қазірден бастап қандай мамандықты таңдайтыныңызды шешіп алып, соған байланысты базовый білімді орнатып алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Әртүрлі, яғни ресурстар бар, Telegram болсын, басқа жерде болсын, тегін кітаптарды қарап, қандай кітаптар бар, сол бойынша базовый знание деп айтамыз, сол базовый білімдеріңізді арттырыңыздар деп айтар едім. Одан кейін мысалы УАның өзінде перечень вопросов деген бар, сол жаққа кірсеңіздер өте көп 60 примерно сұрақтай өздерінде сұрақтар тұрады. Сол сұрақтарға примерно қарап өздеріңізге график құрсаңыздар болады, яғни осы уақытта мына нәрсені оқимын деген секілді өздеріңізге график қойсаңыздар, жылдың соңында сіздерге өздеріңізге жақсы болады. Резидентураға түсуге уже дайын боласыздар, біріншіден сұрақтарына уже дайын боласыздар деген секілді. Резидентураға дайындық мәселесі осы негізінен, және сонымен қатар UMC-ға тапсыратын болсаңыздар, онда IELTS тапсыруға дайындалыңыздар. IELTS-қа минимум, яғни егерде сіздің деңгейіңіз төмен болатын болса, онда білмеймін 1 жыл, 2 жыл дайындалу керек деп ойлаймын. Ал егерде жақсы деңгей болса, орташа деңгей деген сияқты, онда сіздерге, яғни білікті мамандарға қатысып, курстарға қатысаңыздар болады, өздеріңіз дайындалсаңыздар да болады. Ол әртүрлі, енді өздеріңізге байланысты IELTS-қа дайындалыңыздар дер едім. Өйткені ол требованиялардың ішінде обязательный требования. Сонымен қатар ол жақта госэкзаменнің бағасы да бар. Госэкзаменнен қанша аласыздар, соған байланысты да, яғни орташа баллы примерно 85-тен жоғары немесе 90-нан жоғары болу керек. Есімде жоқ, яғни осы документтің ішіне қарасаңыздар, сол жақта яғни минимум қанша госэкзаменді біріктіргенде қандай балл алу керектігі туралы осы сайтта жазылған, соны қарастырып көрсеңіздер жақсы. Резидентураға түсудегі барысын қазір мен білмеймін, қандай болып жатқанын, өйткені ол өзгертіліп жатыр. Алдында мен тапсырған кезде уже интервью болған тұғын.
қазіргі жағдайда ол қалай болады өтетінін білмеймін. Интервью туралы менің алдымдағы видеомда көрсеңіздер болады, осындай ссылкасын қалдырып кетемін. Сол видеода қалай интервью өтті, қандай сұрақтар болды, сол туралы мен қысқаша айтып өткен болатынмын. Резидентураның графигі қандай болады, осындай сұрақтарға жауап беріп өтейін. Негізінен график бойынша сағат 8-ден бастап кешкі 5-ке дейін негізі больницада болуымыз керек. 8-де бізде амбулаторный прием болатын болса, приемда уже отыру керек болады. Біз как ассистент ретінде кәдімгі врачтың жанында отырамыз. Көбінесе пациенттерді қалай қабылдайды, қандай ем береді, солардың барлығын қарастырып отырамыз. И плюс өзімізде амбулаторный приемдар жүргізіп бастаймыз. Яғни ол уже 1-2 айдан кейін басталады көбінесе. Ал оған дейін біз жай ғана қарап үйренетін едік. Осындай именно исследовательский институттардың айырмашылығы, ол жерде научный проект болады. Бізде бірінші курстан бастап, яғни научный проекттің тақырыбын таңдау керек болады. Ол либо руководитель береді, либо өзіңіз таңдасаңыз болады. Сол бойынша сіздер зерттеу жүргізесіздер пациенттерге байланысты. И сол исследованияны екінші курстың аяғында өткізесіздер және қорғайсыздар. Сонымен қатар біздегі именно ерекшелік сол госэкзаменмен қоса сол научно-исследовательская работа деген бар. Научно-исследовательская работа деген ол бүкіл отделение бойынша барлығына бірдей ортақ требование, және біз солардың барлығын орындаймыз. Біздегі, яғни сағат 8-ден 5-ке дейін кейбір моменттерде болады, ертерек пациенттер кетіп жатады, немесе ертерек сіз жұмысыңызды аяқтап жатасыз, ол кезде ертерек қайтуға болады. Бірақ негізінен график бойынша сағат 8-ден 5-ке дейін. Көбінесе, яғни руководительдер рұқсат етпейді жұмыс жасауға, особенно біздің именно аллергология, иммунологияда онша вообще жақтырмайды деп айтсам болады. Егер кешігіп жатсаңыздар, мысалы таңертең жұмыс істеймін дейтін болсаңыздар, онда өкінішке орай бұл центрде ондай нәрсе жоқ. Яғни таңертеңнен сіз кешке дейін осында болуыңыз керек. Сондықтан да кештен бастап жұмыс жасайтын, немесе кафедрада деген сияқты, немесе ночная сменада жұмыс жасайтын, немесе басқа да жұмыстарды қарастыру керек болады ол кезде. Сондықтан осы ескерту. Бірақ кейбір моменттерде болады, келісіліп жатып, өзінің мамандығы бойынша поликлиникада жұмыс жасайтын да резиденттер болған. Сондықтан сіздерде егер де жұмыс жасау қажет болып жатса, солай жасасаңыздар болады. Оқу графигі түсінікті деп ойлаймын. Ол жақта көбінесе обход жасалынады. 2 жыл бойы сіздердің теориялық базаңызды ешкім түрткілеп, сен оқы, бүйт деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Яғни біз 7 жыл бойы оқыдық. 7 жыл медицинада біз өзіміздің графигіміз болды, өзіміздің осындай деген тақырыптарды өтетініміз болды. И солардың барлығын біз егер де өтсек, ары қарай экзамен болатын, тағы басқа деген сияқты. Ал именно біздің жағдайда ондай емес. Ешкім сіздерді түрткілемейді, өздеріңіздің ответственностьтарыңызда қалады бұл нәрсе. И солай өздеріңіз өту керек боласыздар. Яғни білімді, оның барлығын, кітаптарды, тағы басқа ол білімдердің барлығын өздеріңіз алу керексіздер. Және конференцияға қатысу, тағы басқа деген нәрселерді көбінесе университет төлеуі мүмкін, бірақтан менің жағдайымда ешқандай конференцияны университет төлеген жоқ. Сондықтан да сразу қаражаттарыңызды дайындап, тревел гранттарды ұту деген сияқты нәрселерді қарастыру қажет болады. Одан кейін сессиялар қалай өтеді? Яғни график бойынша примерно түсінікті, ротациялар болады, яғни стационарда, амбулаторный приемда деген сияқты. Әрбір отделениенің өзінің графигі бар. Кейбіреулер мысалы сол қатып қалған сағат 5-ке дейін қалады деген нәрсе жоқ. Кейбіреулер 10-ға дейін қалып жатады сабақта. Сондықтан осы нәрсені ескеру керек. Мысалы радиологтар 10-ға дейін, 9-ға дейін қалып жатады, кейде 8-ге дейін деген сияқты. Осындай кеш қайтатын резиденттер де бар. Бұл уже мамандықтарға байланысты, загруженностьқа байланысты. Сондықтан осы нәрсені ескеру керек болады. Осы уақытқа дейін көрген резиденттердің ішінде ең радиология бойынша резиденттердің именно департаменттері өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені олар дружный, конференцияларға барған кезде де бірге барады деген сияқты, топпен бірге барып, бірге тапсырып, сондай бір ұйымшылдықты байқадым. Сондықтан егер де радиология ойлап жатсаңыздар, UMC-да өте мықты деп айта аламын. Экзамен бойынша, экзамен әрбір семестр соңында болады. Негізінен семестр дегендей бір бізде платонус енді енгізіліп жатыр. Қазір оның алдында платонус деген вообще болмаған. Біздің жағдайда, яғни 2 жыл өткен кезінде ешқандай платонус болмады, бірақ қазірден бастап уже платонусты енгізіп жатыр. Сол платонусқа скорее всего бағалар қойылады. Бірақ бізде күнделікті тексеріп, НБ, тағы плюс-минус деген сияқты ондай нәрселер жоқ. Сондықтан ол жағынан біздің научный центрдің плюсы осы деп айтар едім. Резидентураның бір жақсысы, яғни именно білмеймін МУАда қалай екенін, бірақ біздің именно UMC-да егер де сіздер конференцияларға қатысқыларыңыз келсе, научный проекттер жазғыларыңыз келсе, исследовательская работа жазғыларыңыз келсе, онда пациенттер өте көп, яғни сирек кездесетін аурулар деген сияқты. И сондықтан өте қызықты болады деп ойлаймын. Бірақ конечно көптеген минустары бар. Біздің программаның өзінде, мысалы енді өзімнің программама көбіне толыққанды бір қанағаттану деген болған жоқ менде. Сондықтан да осы аралықта мен көбінесе сондай шетелдік жерлерде иммунологическая школа болсын, конференциялар болсын, соларға қатысып кішкене болсын білімді осылай арттырған болатынмын. Және әрбір солай шетелдік профессорларды көрген сайын уже білімді қалай арттыру керек, қай бағытта жұмыс жасау керек, сол жағынан кішкене болсын бір бағыт-бағдар алып бастадым. Бірақ 2 жыл бұл бәрібір де резидентурада 2 жыл ғана деген жеткілікті
жеткіліксіз, сондықтан ары қарай да білімді арттыру керек болады. Енді плюс еще кардиологияны айтып өтейін. Кардиоцентр тоже бізге UMC-дің ішіне кірген алдыңғы жылдан бастап. Сондықтан да егер де кардиология, кардиохирургияға тапсыратын болса, олар да Нусонға келіп тапсырады, яғни документтерін, бірақ өтетін, яғни база біздегі ол әрине ол жақта өздерінің кардиоцентрде өтеді. Яғни кардиология қалай өтетінін мен оны нақты білмеймін, себебі мен ол жақта оқымаймын және ол жақта практика өтпегенмін, тек қана консультацияларға барғаным болмаса, сондықтан ол жақта қалай болатынын білмеймін. Бірақ ол жақта да, яғни кардиохирургияны таңдаса 4 жыл оқылады, кардиология таңдаса 3 жыл оқылады. Жұмыс жасайтын бөлімдері олар басқаша, сондықтан мен нақты осындай деген сияқты айта алмаймын. Бірақ екеуін біріктірген, так что кардиоцентрдің бөлек тағы да бір мамандықтар болатын болса, онда ол мамандықтар бізге де қосылып кеткен. Сондықтан егер тапсыратын болсаңыздар, UMC-дің ішіндегі гранттардың қандай именно салалар бар, соларды қарастырып өтсеңіздер дұрыс. Жалпы резидентура бойынша сіздерге сұрақтарыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Менімен бірге блогта болыңыздар, сау болыңыздар. И бізде, яғни